Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке, және бүгін біз Қазақстанда декреттік демалысқа шығу тақырыбын жалғастыратын боламыз. Жүктілігіне, босануына, не болмаса жаңа туған нәрестені асырап алуына байланысты табысынан айырылған жағдайларда төленетін әлеуметтік төлемді айтатын болсақ, ол кімге тағайындалады? Ол қорға әлеуметтік аударымдар түскен, қордан әлеуметтік төлем алуға құқығы бар және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушыларына тағайындалады. Әлеуметтік төлем мөлшерін қалай білеміз? Ол үшін сіздің бір жыл ішіндегі орташа жалақыңызды еңбекке жарамсыз күндеріңіздің санының коэффициентіне көбейтіп, 10% зейнетақы жарнасын алып тастаймыз. Ал коэффициентті анықтау үшін уақытша жарамсыздық парағы егер сізге 126 күнге берілген болса, оны 30-ға бөлеміз, яғни 4,2 шығады. Жалпы айтқанда, бұл уақытша жарамсыздық парағы сізге осы декреттік демалысқа шығу үшін және әлеуметтік төлемдер алу үшін қажет болады. Жүктілік пен босану бойынша еңбекке уақытша жарамсыздық парағын медицина қызметкері, яғни акушер-гинеколог жүктіліктің 30-шы аптасынан бастап бере алады. Бұл парақты алу үшін тек жеке басты куәландыратын құжат қажет. Жұмыс істейтін әйелдер үшін бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты берілетін әлеуметтік төлем баланың күтімімен айналысатын адамға тағайындалады. Төлемдер мөлшерін есептеу үшін соңғы 2 жылдағы жалпы соманы 24-ке бөліп, 0,4-ке көбейтіп, одан 10% зейнетақы жарнасын алып тастаймыз. Жүктілігіне, босануына және жаңа туған баланы асырап алуына байланысты төленетін бір жылға әлеуметтік төлемді алу үшін қандай құжаттар қажет? Ол үшін бірінші жеке куәлік, өтініш, жүктілігіне, босануына, жаңа туған баланы асырап алуына байланысты берілетін уақытша еңбекке жарамсыз парағы және жеке банктік шот қажет болады. Сізге бергім келген ақпараттар осылардан тұратын. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.